Дина Нұрпейісова апамызды сомдаған екенсің. Сол туралы айтып бер. Мен Дина Нұрпейісова атындағы Атырау музыка колледжін тәмамдадым. Және де бізде білесіз ғой, атыраулықтар домбыра десе жанын береді. И жаңағы мен қыз бала болғаннан кейін, біздің бала кезден домбыра үйреніп келгеннен кейін, ойнап келгеннен кейін менің бір үлкен арманым Дина. Енді әр жаңағы әртістерден қалай айтсам болады, фанаттар боламыз ғой. Иә. Үлгі тұтар адамымыз болады. Біріншісі менікі Дина Нұрпейісова, екінші Айгүл Үлкенбаева болды. Және де Астана қаласында өте мықты гиперреалист Айдос деген жігіт бар. Ол кісі елбасының, көптеген президенттердің мүсінін жасаған жігіт. Сол күні бір күні отырдым ба, Айдос, маған көмектесші дедім, мен бір арманымды орындағым келеді, Дина Нұрпейісова болып шыққым келеді деп жаңағы ұсыныс білдірдім. Бір апта ма, 2 апта күттім. Ол жаңағы бетімнің размерін алды, жаңағы силиконнан жасап, Дина апамның суретін, бейнесін маған орындап берді. Содан продюсеріме айттым, маған клип керек, менің арманым орындалу керек, дәл осы Динаның образын, Дина Нұрпейісова апамыздың образын халыққа ұсынғым келеді. Ол кезде Дина Нұрпейісоваға 220 жылық. Уақыт, Сол арманым орындалды. Ұйқысыз түндер, ол кісі өте рухты болған ғой, бойы ұзын болған, және де мінезі сондай ер мінезді болған. Ол кісі сахнада отырған кезде ешкім артық дауыс, дыбыс шығарылмаған.